Кысты күні мынау құлпынайлар күн жылы болса оянып кетеді деген бір ой қалыптасып қалған көп адамда. Негізі бұл қыс болған кезде құлпынайлар ұйқыға кетеді толық. Бұл енді үйтіп өсіп, көгеріп, гүлдеп, түйнек салып пісіп кету деген нәрсе қиын нәрсе сияқты. Жер, топырақ жылмай, ондай процестер болмайды менің білуімше. Мысалға мынау дугамен жабылған мынау құлпынайдың беті күзде. Мінекей 40%-тік екі қабат ультрасил жабылған, агросман дейді. Мінекей бір қабаты, мынау екінші қабаты. Енді қараңыздар астын. Құлпынайлар толық ұйқыға кеткен. Ешқандай бір көгеріп, гүлдеп өсіп жатқан ешқандай түйін жоқ. Әр жерден ашып көріп жатырмын. Сен бүгін күн жылы болып тұр. Алды күні осыдан 2 күн бұрын почти 20 градусқа дейін барды күннің жылылығы. Мінекей бәрі ұйықтап жатыр. Ешқандай бір өсіп оянып отқан ешқандай несі жоқ. Енді мынау суыққа төзімді болған кейс көгеріп жата береді. Алай өсіп көктеп отқан еш нәрсесі жоқ. Мінекей гүлдердің бәрі тоқтап қалған сол күйі. Сол үшін бір қатты бір уайымдамаңыздар. Ойбай оянып кетеді қысты күні. Не болады екен деп. Бұлар да бір Құдайдың жаратқанымен бірге өседі ғой енді бұл. Көктемнен күзге дейін тибетсаң іші болса енді көктеп өсетін еді жылы болған кезде. Әбсем 2 қабат ультрасилмен осындай жылылықтың ішінде жатса да өсіп отқан ештеңесі жоқ. Бүгін декабрьдің 28-і плюс 11-13 градус болып тұр бізде дәл қазір. Күн ашық. 2 қабат ультрасилдің астында жатқан құлпынайдың өзі осылай еш оянып өсіп жатқан жоқ. Былтырда үйтіп тексеріп көрген. Бұл кезде дуга емес, әшін 2 қабат ультрасилмен жапқан, соның өзінде оянған жоқ көктемге дейін.